Сарыағаш ауданының әкімі Арман Абдуллаев Көктерек ауылдық округі тұрғындарымен кездесті. Аталған басқосуда өңірдегі ахуал айтылып, даму үшін қажетті мәселелер талқыға түсті. Айта кетейік, алдыңғы кездесуде көтерілген жайттардың 14-і шешімін тапқан. Аудан әкімі ең алдымен Көктеректегі жаңадан бой көтерген шипажаймен танысты. Ондағы қолайлылықтарды қарап бағамдап кәсіпкерге сәттілік тіледі. Өзімізге бәрімізге белгілі ғой, мұздай нәрсе, кез келген нәрсеге қатайтып, соны жібітады. Соды ішкен кезде адам арасында асқазан жолдары кеңейіп, өт жолдары кеңейіп, өт жақсы тамақтан болады. Көктеректе кездесуін бастаған аудан басшысы ең алдымен аудан бойынша атқарылған жұмыстардың тізбегін баяндады. Сондай-ақ алдыңғы кездесуде тұрғындар 27 мәселе көтерген болатын. Қазіргі таңда оның 14 шешілген, ал 8-і қаралу үстінде деді әкім. Сапалы электр қуатымен қамту саласында 69 шақырым электр желілерінің құрылысы жүргізіліп бітеді биылғы жылы. Қалған 18 шақырымы келесі жылда өтпелі болып отыр. Тұрғын үй саласына келетін болсақ, былтырғы жылы біз бір бөлме 50 пәтер сатып алған болсақ, биыл тағы да 90 пәтер сатып алуға республикалық бюджеттен 1,4 миллиард теңге бөлінген. Осы 90 пәтер сатып алатын болсақ, кезекте тұрған азаматтарға әрбір категориясы бойынша 140 отбасына пәтер беруді жоспарлап отырмыз. Әлеуметтік салада бірқатар жұмыстар атқарылуда. Оның ішінде білім саласына келетін болсақ, биылғы жылы 2 мектеп күрделі жөндеуден өтті, 15 мектепке ағымдағы жөндеуге ақша бөлінді. Сонымен қатар біздің ауданымызда 4 жайлы мектептің құрылысы жүріп жатыр. Былтыр басталған, ол Сарыағаш қаласында 2 мектеп, жас кешумен Терімсекте 1 мектептен. Бұл жиында да округ тұрғындары аумаққа қатысты өзекті деген проблемаларды көтерді. Атап айтқанда тазалық мәселесі, қоғам қауіпсіздігі тағысын тағы. Әсіресе біз қазір халық болып, жастар көшесінде қиналып жатырғанымыз, бір шипажайдың арқасында барлығымыз қиналып жатырмыз. Мен әкімге өзім бірнеше рет кірдім. Қаншама бейнетаспа видеосын қазір өзім түсіріп алып келдім. Тағы да жаңбыр жауса бізде мүлдем жүруге болмайды. Венеция шағын ғана. Айсар шипажай бүкіл суағарларын бізге қарай жолдың бойына өткіз қойған. Білмеймін, енді сөзім өтпейді деді, міне басшыға айттым, алдан өттім. Сәрсен ағайға, басшыға, Айсар шипажайының басшысына өзім бірнеше рет кірдім. Ақша берейін, адам жалданыз, қаздырыңыз, ары жаса, өзім біл, мен білгенін істеймін. Мен вообще сөз өтпейді, ештен өтпейді. Ол қалай непробиваемый сондай мықты. Жаңбыр жауса болды, жүре алмаймыз, көлікте жүре алмайды. Адам былай тұрсын, көліктің өзі жүре алмайды. Сіз қазір өзіңіз осы жиналыстан кейін апарып мен көрсетсем ба деген ойым бар. Сондай ниетім бар, мүмкіндік болса әрине. Венеция, тіпті көлікпен де жүре алмаймыз, үлкен джип болмаса. Айсары. Айсары? Иә. Мен өзіме жазылып, арнайы жұмыс тобына тексерілген. Кездесу барысында аудан әкімі көтерілген мәселе мен ұсыныстардың ескерілетін және алда заңға сәйкес тиісті шаралар көрілетінін айтты. Мейірхан Бақытжанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәтия арнасының жаңалықтар қызметі.